Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: әр түні мүлк сүресін оқыған кісі қадір түнін ғибадатпен өткізгендей сауап алады. Және де менің қалауым осы сүренің, яғни әл-мүлктің әрбір мүміннің жүрегінде болғанын қалаймын. Яғни бұл сүрені әрбір мұсылман жатқа білуін меңзеп тұр. Баршаларыңызға ассаламу алейкум. Бүгін мен сіздермен мүлік сүресінің пайдасы, қасиеті, дүниелік және ақыреттік пайдасы туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Жалпы мүлік сүресі қасиетті Құран кәрімнің 30 аяттан тұратын 67 сүресі. Бұл есім Алла Тағаланың 99 есімдерінің бірі, яғни Мәликул Мүлк, мүліктердің, бүкіл патшалықтың иесі деген мағынаны білдіреді. Сүреде Алла Тағаланың шексіз құдіретті күшті екені еске салынады, және кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ескертулерін меңземейтін болса, яғни ескермейтін болса, онда ол жаһаннамда отқа оралатыны ескертіледі. Мүлік сүресінің қасиеттеріне тоқталайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: Құран кәрімде 30 аяттық сүре бар. Кім ол сүрені ұйықтар алдын оқыса, ол кісіге 30 сауап жазылады, 30 күнәсі кешіріледі, 30 дәреже көтеріледі. Алла Тағала ол кісіге бір періште жібереді. Ол періште ол кісінің үстіне қанатын жайып оянғанша оны барлық нәрседен қорғайды. Ол сүре қабірде өзін оқыған кісіге азап болмас үшін күреседі. Міне ол сүре мүлік сүресі. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху былай дейді: біреу қайтыс болып қабірге түсірілген кезінде азап періштелері мәйіттің басына келеді. Бас оларға: оған жоламаңдар, өйткені ол маған мүлік сүресін оқыды дейді. Содан соң қарын жағына барып отырады. Ол да: оған жоламаңдар, өйткені ол менде мүлік сүресін жаттап сақтаған дейді. Осы себептен бұл сүреге қабір азабына бөгет мағынасында мәния делінген. Ал кім мүлік сүресін таң намазынан кейін оқуды әдетке айналдырса, Алланың қалауымен шексіз мейірімі мен рахметіне бөленеді. Егер кім бейсенбіден жұмаға қараған түні түн ортасында ұйқыдан тұрып, дәрет алып, 2 ракағаттан тұратын намаз оқып, оның бірінші ракағатында Фатихадан кейін мүлік сүресінің 15 аятын оқып, ал екінші ракағатында Фатихадан кейін мүлік сүресінің қалған 15 аятын оқып, намазын келесі салауатпен: мәңгі тірі, жалғыз, тәуелсіз, еш нәрсеге мұқтаж емес, бәрі оған мұқтаж болған Мұхаммедке және оның ұрпақтарына Алланың салауаттары болсын деп тәмамдап, өзінің тілектерінің орындалуы жайлы дұға етсе, Алланың қалауымен оның дұғалары қабыл болады. Мүлік сүресінің өзге де қасиеттеріне тоқталайық. Егер қиындық көріп жүрген әлдекім таң сәресінде дәрет алып, бұл сүрені 21 рет оқыса, Алла Тағаланың қалауымен қиындықтан құтылады. Ал егер көзі ауырған адам бұл сүрені 3 күн қатарынан оқыса, көз ауруынан айығады. Егер кім мүлік сүресін оқуды әдетке айналдырса, тек бұл өмірде ғана емес, арғы өмірде де Алланың мейіріміне бөленеді. Тозақ отынан және өлім сәтінде шайтанның арам ойларынан қорған табады. Және де мүлік сүресі жамандықтардың алдын алушы және құтқартушы. Ол қабір азабынан қорғайды. Қияметте оның, яғни оқыған адамның күнәсі кешірілмейінше шапағат етуін тоқтатпайтын сүре. Мінекей менің құрметті оқырмандарым, мүлік сүресінің дәл осындай қасиеттері бар екен. Егер де сіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қалауын орындағыңыз келсе, яғни ол кісі айтып кеткендей, әрбір мүміннің жүрегінде болғанын қалайды. Сондықтан да сіз де осы мүлік сүресінің күнделікті оқуға айналдырсын деген досыңызға дәл осы видеоны жіберсеңіз болады. Егер каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп, комментарийға пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Бұл видеоның алдағы уақытта көптеген жандарға көрінуіне себепкер болмақ. Ал видеоның соңында айтарым, баршамыз осы мүлік сүресін күнделікті жатар алдында оқу, жаттау,
баршамызға нәсіп болсын. Келесі видеоларда кездескенше ассаламу алейкум.